Мен Дархан Нұрсерік, менің кәсібім менің бизнесім. Бизнес жобалар байқауына қатысушысымын. Жоба тақырыбы жылыжай бизнес қызанақ пен қияр өсіру. Жобаның мақсаты жергілікті жерде қызанақ және қияр өсіру. Жобаның міндеттері жоғары сапалы, бәсекеге қабілетті өнім алу. Ауыл тұрғындарын мектеп асханасын жыл бойы экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен сату нәтижесін пайда түсіру, өнім бағасын барынша төмен болу. Өнімділік 5 тонна қызанақ, 5 тонна қияр алу. Өнім қызанақ және қияр. Жоба құны 1.255.200 теңге. Сатылым уақыты жылдың 4 мезгілі. Жылыжай салу әрбір бағбанның арманы. Сол арқылы сүйікті кәсібімен 12 ай айналысуға болады. Жылыжай бизнесінің табысы бақытты, әрі халықтың таза азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етудің бірден-бір жолы. Жылыжайда өскен ауыл шаруашылық дақылдарының біршама артықшылықтары бар. Атап айтар болсам, өнімге қоршаған ортаның зияны тимейді. Көкөніс жылдам өніп, сырт далада өскен көкөніске қарағанда көз тартарлықтай болады. Сонымен бірге ылғал және жылу бүкіл аумаққа бірдей таралады. Өнімнің сипаты қызанақ негізінен бір жылдық сабақты өсімдік. Қызанақта тым жетіліп кетпес үшін жасыл түрінде жинайды. Температуралары +20, +25 градус. Ылғалдылығы 80-85. Сөреде жәшікке сақтайды және ол одан әрі жетіледі. Жемістің тез жетілуі үшін жәшікке бірнеше қызыл қызанақтар салынады. Олар жемістің жетілуін жеңілдетеді. Жәшіктер үнемі тексеріліп отырады. Қызарғанын таңдап алып, бұзылғанын алып тастау керек. Қияр асқабақ тұқымдас бір жылдық жапырақты өсімдік. Қияр өсімдігі жылуды, жарықты, ылғалды жақсы көреді. Олардың қалыпты өсу үшін температура +15 градустан кем болмауы тиіс. Әсіресе алғашқы отырғызған күндері гүлдене бастаған және тұқым байланыса бастаған кездерде. Қиярды тамақта шала піскен күйінде жасыл түрінде де пайдаланады. Жас күйінде салат дайындалып, сондай-ақ тұздайды және консервілейді. Құндылығы жағынан қияр көкөністердің арасында соңғы орындардың біріне иеленеді. Сонымен қатар оның жемісі барынша кең тараған өнім болып саналады, өйткені олардың дәмдік сапасы жоғары. Құрамында көп көлемде сілтілік тұздар мен микроэлементтер бар. Олар ағзадағы әртүрлі зиянды құрамаларды азайтуға әсер етеді. Instagram арқылы бизнесті қалай дамытуға болады? Статистикаға сүйенсек, бір күніңіздің кем дегенде 4 сағаты осы әлеуметтік желіге кетеді екен. Бизнесті дамытуды, тауарды сатудың таптырмас құралы Instagram әлеуметтік желісі. Жарнаманы тиімді пайдалану үшін таргетинг қызметін де жақсы білу қажет. Ең бастысы өзіңіздің бизнесіңізге сай бизнес парақша ашып, оны сауатты жүргізуіңіз керек. Инстаграмдағы белсенділігіңіз бен кәсіпкерлік қабілеттеріңіздің арқасында алға қойған мақсаттарыңызға жетіп, өзіңіз қалаған пайданы да табуға болады. Жоба қосымша экологиялық сараптаманы қажет етпейді. Өйткені қолданылатын технология барлық қажетті экологиялық нормалардың сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл қызмет қоршаған орта үшін қауіпсіз және Қазақстан Республикасының қағидалары мен заңдарының қатаң сәйкестігін жүргізіледі. Осы қызметке байланысты экологиялық тәуекелдер өте аз. Кірістер. Қызанақтан келетін кірістер. Жалпы масса 5 тонна, орташа баға 1 кг 500 теңге. Жалпы сумма 2.500.000 теңге. Қиярдан келетін кірістер. Жалпы масса 5 тонна, орташа баға 1 кг 500 теңге. Жалпы сумма 2.500.000 теңге. Қорытынды жалпы кіріс 5 миллион теңге, шығын 3.500.000, пайда 1.500.000 теңге. Жылыжай үшін қажетті жабдықтар тізбесі. Матамен көлеңкелеу жүйесі 1 дана, жылыту жүйесі 1 дана, тамшылатып суару жүйесі 1 дана, өсімдіктерді болғатып салқындату жүйесі 1 дана, электрмен жабдықтау жарықтандыру жүйесі 1 дана, барлық алқапты электрмен жетек жарықтандыру жүйесі 1 дана. Жабдықтың жалпы құны 500.000 теңгені құрайды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.